екінші рет ақша төлетіп алғаннан кейін мен ол кісі не үшін өйтіп өтірік айтты екен деген мақсатпен ғана мен бардым. Мен өзімді ақшамды төледім ғой деген мақсатпен ғана бардым мен ол қайтып айналып. Онда неге айттыңыз мәселе ақшада емес деп? Ол кісі енді бізге айтып отыр ғой, ақша деп. Мен тұрып айттым, мәселе ақшада емес, просто не үшін ұрып жүргенін соны өзім түсінбей қалдым деген мақсатпен сол кезде айттым мен ол кісіге. Алдыңғы сот отырысында жәбірленуші Нұрымов, Тоқтабаев, Нұрбол балаң денсаулығын қояды деп айтты деді. Оны мен естідім, ондай әңгіме өзіміздің ол кезде біз Нұрғанатта тұрды, Шерзат ол бәрі тұрды, ондай әңгіме ол жерде айтылған жоқ. Қойып тастайсың, мен мынандай. Бұл сұрақ қойылды ғой жаңа. Қайталап қоймаңыздаршы, мұқият тыңдап отыруларыңызды сұраймын. Келесі сұрағыңыз. Жақсы, бұған дейін бағана қорғаушыңызға Шерзаттың қолында кассет болды деп айттым дедіңіз. Және сотқа айттыңыз, басында бізді 24 сағат аудандық полиция бөлімінде ұстаған үшін қолын көзіме жарақат алған үшін мен айта алмадым дедіңіз, Алайда тергеу барысында сізден 6 рет жеке жауап алу алынған, 1 рет айғақтарды сол жерде нақтылаған, 3 рет беттестіру болған. Яғни жалпы 10 рет сізден жауап алынып тұр. Неге сол 10 реттің біреуінде де сіз айтпағансыз? Қазір ғана айтып тұрсыз. Мен айтып тұрмын ғой, мен бұрын сонда бұндай істі болып көрмегеннен кейін маған өзіме қысым келтірілді. Бір жағынан мен өзімді ойымды жинақтап айтуға маған мұрсат берген жоқ. Мен содан кейін мен ойымда сол қалғандарды ғана есіме түскенді ғана сол кезде айттым. Сол мақсатта сол есіме түскенді ғана айттым. Мен ол сол кезде. 10 ретте де ма? 10 ретте де ма? Енді мен айтып тұрмын сізге, бізді сол күні уақыт әкелген кезде біз телефонға да түсірді, тасымаған жерлері жоқ, үстіге көтереді, астыға түсіреді. Әскентай, мен бірінші жауабыңызды ғана айтып тұрған жоқпын, жалпы 10 жауабыңызды айтып тұрмын. Мен айтып тұрмын, біреуінде де сіз айтпағансыз, Болат Шерзаттың қолында кастет болды деп. Тыныштық. Мен өзім нақты көрдім ғой, немен ұрғанын оны. Жауап берсін. Айтасыз ба? Нақты ұрғанын мен көрдім ғой оны. Онда неге айтпадыңыз деп тұрмын. Айтасыз, қазір ғана есіме түсті. Сот отырысына келгенде ғана есіңізге түсе ма? Сонда сіздің... Мен шоқлы жағдайда жүрдім, мен оны маған айтуға мұрсат берген жоқ. Құрметті сот, ескерту жасап. Отырыңыздар. Ешқандай да қысым көрсетілген жоқ. Іс бөлектелген. Адвокат Ибраев, тәртіпті сақтаңыз. Адвокат Ибраев, қорғаушы маған тікелей сөйлей алмайды. Мемлекеттік айыптаушы. Тұрыңыздар екеулеріңізде. Тәртіпті сақтаңыздар. Соттың рұқсатынсыз тағы сөйлейтін болсаңыздар, сұрақ қоятын болсаңыздар, айтатын болсаңыздар, сіздерге соңғы рет ескерту жасаймын. Әкімшілік құқық бұзушылық